Ертең алла бұйырса наурыз көже дайындаймын. Ол үшін бүгін арпа мен бұршақты ыстық суға салып бұқтырып қоямын. Енді осы қалпында таң атқанға дейін тұрады. Наурыз көже жасауды бастап кеттім. Бұл жерде жылқының балғын еті мен ысталған сүр арпа мен бұршақты бірінші саламын. Ыстық суға бұқтырылған арпа мен бұршақ жұп-жұмсақ болып тұр, сондықтан оны ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. 20 минут жеткілікті. Ертеде келер жылдың тоқшылығын, молшылығын көрсететін жоралғы ретінде әр шаңырақта наурыз көже әзірлеген. Қазақта 7 саны киелі болғандықтан, оның құрамына 7 түрлі азықтық өнімді қосқан екен. Енді өңделген бидай қосамын. Бидаймен бірге күріш. Күріш пен бидай 15 минуттай қайнады. Енді сүтін құямын. Сүтті алдын ала мен қайнатып қойдым. Бисмиллахиррахманиррахим. Тамаша болып бабында қайнап тұр. Тарыны қоса беруге болады. Ақтөбе қаласынан тапсырыспен алынған тары. Осы жерде ақтөбелік тұрақты оқырманым Нұргүл ханымге айтар алғысым шексіз. Осы ораза бойы Ақтөбенің тары талқанымен тағам дайындап, шай ішіп, рахатқа батып жатқан жайымыз бар. Сүретпен бірге қосылып, жаңағы тарының иісі деген аңқып, бұрқырап шығып жатыр. Енді құртты қосып, жақсылап араластырып аламын. Наурыз көжемізді құйып, дәмін татып көрейік. Асымыз дәмді болсын, ұлыс оң, ақ мол болсын, қайда барсақ та жолдасымыз қыдыр болсын, әр шаңырақтың ырыс мерекесі молайып, бірлік пен береке ынтымаққа толсын.